Түркістан сапарымыздың екінші күніне қош келдіңіздер. Сапарымыздың екінші күнінде таң атпай таң намазынан кейін Үкаша ата кесенесіне жол тарттық. Үкаша ата кесенесі Қаратаудың күнгей беткейінде Өгізтау шатқалының қыратында Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 42 километр ұзақтықта орналасқан жерде. Аңыз бойынша Үкаша ата Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сенімді серігі болған деседі. Жергілікті халықтың айтып жүрген аңыздары бойынша Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың денесіндегі жауырындағы мөрді Үкаша ата сүйгеннен кейін денесінен атса, оқ шапса қылыш өтпейтін болған екен. Тек қана денесі намаз уақытында тек қана Алланы ойлап отырғандықтан балқып, кәдімгі қылыш өтетін болып қалады екен. Соны білген мысық пиғылды дұшпандары оны басын жұлып алыпты намаз уақытында. Жерге думалап түскен басы ешкімге ұстатпай құдыққа түсіп, сол құдықтан ағып Меккеден шыққан деседі. Яғни Үкаша атаның өзінің арманы менің басым пайғамбардың аяғының астында жатса екен деген арманы осылай орындалған деседі. Үкаша ата құдығының жоғарғы жағына осындай қазақтың батырларын тарихын еске алу мақсатында және келушілерінің суретке түсуін үшін осындай етіп салып қойыпты, кәсіпкерлердің жасаған жұмыстары екен. Үкаша ата деген жерге келдік. Үкаша атамыз ол сахаба болған, пайғамбардың сахабасы болған. Ол кісі өте мықты кісі болған екен, бірақ намаз оқып кезде дұшпандары өлтірген, басын жұлып алған. Сосын оның басы қан аққан жерлерін барын жинап алып, осы мазарына көмген екен, бірге топырақпен бірге. Басы Меккеден шыққан екен, құдықтан лақтырған, сол құдықтан Меккеден шыққан. Қазір сол мына жерде құдықтан су аламыз. Үкаша атаның құдығы. Мына жерде 4 автобус келіп тұр қазір. Тағы да біз бар, газель бар. Адам көп. Үкаша ата құдығына келушілердің саны өте көп. Біз келгеннің өзінде 3 автобус тұрған болатын. Біз келгеннен кейін де 2 автобус адам келді. Көрші ел Өзбекстаннан, Ташкент қаласынан, Ферғана қаласынан келушілер өте көп екен. Осы жерде айтатын нәрсе, Өзбекстаннан келген осы ақжаулықты апаларымыз, аналарымыз келген екен. Оны басқарып келген мынау ақ футболкадағы кісі өте білімді екені көрініп тұр, діни сауат жоғары екені көрініп тұр. Осы жердің өзінде Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерін айтып берді және су алмай-ақ қояйық, уақытымызды өткізбей қояйық деп осы апаларды көндіріп, қайтар жерінде Мәдина деген бір қыз су берген екен осыларға, яғни сол құдықтан шығып өзінің суын осыларға берген екен. Мына кісі соған өте қатты қуанып, жүрегі жарылып, қуанып, мінекей сіздердің несібеңізді періштелер берді деп қуанып осы кісілерге айтып беріп отыр. Жаңағы Тараздан келген Мәдина деген қыздың есімін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жатқан жері атындағы Мәдина деп аталатын қызымыз осы суды берді деп өте қатты қуанып отқан осы өзбек ағамызға жүрегіміз жылынып, көзіміз жасқа толып қалды, шыны керек. Осы судың несі дейді, бір тамшысы 60 литрге тең, сіздерге осы суды тең бөліп беремін, жүріңіздер апалар деп апаларын алып кетті. Өкініштісі, құдықтың басында суға келген адамдардың саны көпшілік енді өздерінің нәпсісіне жеңіліп тұр. Ол жерде ұрсып, бақырып, бір-бірімен таласып, сөйтіп алып отыр. Енді мына кісінің айтуы бойынша ол нәпсіге кіреді деді. Мінекей тағы бір қызымыз осы апаларға өзінің суын беріп кетіп баратыр. Өте қуанып қалды, оған бақыт тілеп, оған өздерінің баталарын беріп отыр. Яғни бұл кісінің айтуы бойынша ол нәпсіге кіріп кетеді деді. Яғни біз сағаттап бұл жерде күтіп отқанымыз ол нәпсі болып саналады, нәпсіге жеңілгеніміз болып саналады деп айтты.
нәпсі шайтан жүргізеді жарлық, маған бір пенде жоқ, соған құл боп шалдық баған деп Қожа Ахмет атамыздың осы айтып өткен хикметтерінде негізінде өте үлкен мән бар. Осы хикметтерді алып, насихаттап, оқушыларға айтып отырсақ, өте керемет, немесе өзімізде біліп жүрсек, шыны керек керемет болады. Осы Өкаша атадан кейін қайтып Түркістанға қайта оралдық. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың кесенесіне барып, кіріп шықтық. Кесенеге осы дарбаза деп аталатын есіктен кірген кезде осындай кішкене базарлар бар екен. Әртүрлі кәдесыйларды осы жерден алуға болады, бірақ кішкене қымбаттау екен. Мынау апаларды Өкаша атада мен очередпен кіргізіп жібердім. Сол жерде мені танып, маған рахметін айтып кетіп баратыр. Мінекей кесенеге келдік. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың кесенесіне келдік. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың тарихын, хикметтерін оқысақ, өте үлкен тәрбие, мән жатқаны сөзсіз. Кесенеге кіру үлкен кісілерге 200 теңге, ал балаларға 100 теңге екен. Касса осы жерден алып кіресіз. Күндіз келгеніміз жақсы болды. Адамдар онша жоқ. Адам аз, енді кешке қарай көп болмаса 6-да бұл жер жабылады. Таңғы 9-да ашылады екен. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келдік. Мына жерде тайқазанды көріп тұрмыз. Тайқазанның шектерінің бәрі араб әріптерімен құран сүрелері жазылған. Оны белгілі бір уақытта өздері тасымалап отырады. Және мына жақта мазаратына, зиратына кірдік. Ахмет атамыздың жатқан жері. Осы жерде және мына жақта кітапханасы бар, сыртта банялар бар. Осы зиярат Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп тұрмыз. Осы ненің баяғы есігі болған. Осы жердің кейін ауыстырған. Кесененің маңайында осындай түйелерді, жылқыларды көп қойыпты. Соларға шығып, суретке түсіп, видеоға түсуге болады. Тіпті түйеге мінетін осындай үлкен нәрседе істеп қойыпты. Текпешекпен шығып, түйеге мінесіз. Құласаң нардан құла демекші, сыныптасым Перизат екеуміз осы 2 өркешті түйеге міндік. Өте қызық сезім болады екен түйеге міну. 2 өркешінің арасына аяғым сығылып қалып түсуім кішкене қиынға соқты. Сол жердегі балдардың көмегімен бір нәрсе қылып түстік. Осымен тарихи, мәдени мұраға бай, көрікті, әдемі Түркістан қаламызға сау бол деп қайтып барамыз. Соңында осы Сарыағаш қаласындағы осы әдемі көрікті мешітке келіп, намазымызды оқып шықтық. Мешіттің айналасында аққулар, қара қулар бар екен. Соларды тамашалап, және бұл жерде де қайыққа мініп, осы суда мешітті бір айналып шықсаңыздар болады. Келіншектер, бақытты болыңдар.